Қайырлы күн қымбатты 8-ші сынып оқушылары. География сабағына қош келдіңдер. Біз бүгін ары қарай әлем елдер тарауын жалғастырамыз. Тақырыпты бастамас бұрын сұраққа жауап бере көрейік. Бұл суреттегі мемлекеттердің ұқсас белгілерін анықтаңыз. Суретте екі мемлекет берілген. Ол Америка құрама штаттары және Ресей Федерациясы. Оқушылар, айта көрейікші, екеуінде қандай ұқсастық бар? Әрине, көбісілен айтасыздар, ол алтын мемлекеттер, державалар. Кейбіреулер айтуға мүмкінсіңдер, ол федеративті мемлекеттер. Яғни, бүгінгі сабақтың тақырыбы елдердің саяси типологиясы. Ал сабақтың мақсаты елдерді басқару формасына және мемлекеттік құрылымы бойынша топтастыру. Оқушылар, әлемде 230-дан астам мемлекеттер бар. Оның 190-ы тәуелсіз мемлекеттер. Біз мемлекеттерді екі құрылымға бөлеміз. Ол басқару формасы бойынша және әкімшілік территориялық құрылымы бойынша. Басқару формасы бойынша мемлекеттер өзі екіге бөлінеді. Ол республикалы және монархия деп бөлінеді. Ал әкімшілік территориялық құрылымы бойынша мемлекеттер тағы да екіге бөлінеді. Ол федеративті мемлекеттер және унитарлы мемлекеттер. Оқушылар, теледидардан әрдайым біз естіп отырамыз. Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы. Мысалға алатын болсақ, Ұлыбритания корольдігі. Ол корольдік, неге республика, неге бізде федерация немесе унитарлы мемлекет деп атаймыз? Соған жауап бере көрейік бүгінгі сабақта. Монархия дегеніміз не? Ол әрдайым біз естіп атамыз: король, император, сұлтан, шах, князь деген сөздерді естіп отырамыз. Кинолардан көріп отырамыз, король деген сөзді естіп атамыз әрдайым. Мысалға, Ұлыбритания королевасы. Ол кісі неге королева? Жауап бере көрейікші. Иә, әрине, дұрыс айтасыңдар. Монархия дегеніміз билік бір адамның қолында шексіз болып кездеседі. Монарх өз билігін баласына мұраға қалдыра алады. Бұл монархиялық мемлекет деген сөз. Негізінде монархия өзі үшке бөлінеді: конституциялық монархия, абсолюттік монархия және теократтық монархия. Ал конституциялық монархия дегеніміз монархтардың билігі заңмен шектеледі. Негізінен конституциялық монархия оқушылар Европа елдеріне ғана тән болып кездеседі. Ол жерлерде монархтар мемлекет басшысы болып келеді, бірақ мемлекетпен билемейді. Мемлекетті негізінен билейтін ол парламент болып кездеседі. Парламент өзі заң шығарады, өзі билейді, ал үкімет оны билейді. Монарх билемейді, тек қана мемлекет басшысы болып саналады. Осындай елдердің қатарына Андорра, Испания, Норвегия, Бельгия және жаңа кеткен Ұлыбритания мемлекеттерін алуға болады. Ол мемлекетте мысалға Елизавета II Ұлыбритания королевасы мемлекет басшысы, бірақ мемлекетпен билемейді. Мемлекетті премьер-министр билейді. Ал Азия елдеріне келетін болсақ, осы мемлекеттерде абсолюттік монархия. Абсолюттік монархия дегеніміз мемлекет басшысының билігі шексіз. Үкіметті өзі тағайындайды, өзі заң қабылдайды. Үкімет тек монархтың алдында ғана жауап береді. Бұндай мемлекеттерге қатарына Оман, Абу-Даби, Біріккен Араб Әмірлігі және Сауд Аравиясында қосуға болады. Үшінші мемлекеттер қатарына ол теократтық мемлекеттер жатады. Теократтық мемлекет дегеніміз мемлекет басшысы сонымен қатар діни басшы болып кездеседі. Бұған мысалға Ватиканды алуға болады. Оқушылар, Ватиканның басшысы кім? Әрине, Ватикан басшысы ол Папа Римский болып келеді. Папа Римский тек қана Ватиканның басшысы емес, ол католиктардың басшысы болып келеді. Діни басшысы, соны ескере өтейік. Сонымен қатар Африкада 3 мемлекет монархия болып табылады. Ал монархия жоқ мемлекеттер қатарына
кіретін мемлекеттерді өздерін таба мемлекеттерді емес, монархия жоқ құрлықтарды өздерін таба көріңдер, оқушылар. Қызықты факт болсын десек, біле жүрейік қызықты фактыны. Ол мысалға Ұлыбританияның королевасы, жалғыз Ұлыбританияның королевасы ғана емес, басшысы емес. Ол сонымен қатар Канаданың басшысы болып табылады, Австралияның басшысы болып табылады. Ол сол елдердің басшысы, бірақ сол елдермен билемейді. Ал біз енді республикаға келдік. Республика дегеніміз не? Қазақстан ол республика. Өз мемлекетімізге қарап тұрсақ, біз мемлекетте монарх жоқ. Дұрыс па? Дұрыс. Біздің мемлекеттің басшысы кім болып табылады? Әрине, президент болып табылады. Ал президентті кім сайлайды? Әрине, барлығымыз бірігіп сайлаймыз, ол халық сайлайды президентті. Сондықтан біз мемлекет республика болып табылады. Республикалар, оқушылар өздері үшке бөлінеді. Президенттік республика, жаңа айтып өткен біздің мемлекет, парламенттік республика және аралас республикалар. Бұлардың айырмашылығы неде? Президенттік республикада, жаңа айтып өткендей, президентті халық сайлайды. Ал президент үкіметті өзі тағайындайды. Үкімет президенттің алдында жауап береді. Мысалға алатын болсақ, мұндай мемлекеттер Қазақстан, ақш, Аргентина сияқты мемлекеттер. Ал парламенттік республикада, оқушылар, мемлекет басшысын парламент тағайындайды. Яғни парламент өзі сайлау өткізіп, мемлекет басшысын тағайындап шығады. Мысалға алатын болсақ, Италияда. Италияның басшысы премьер-министр болып келеді. Премьер-министрді парламент тағайындайды. Ол мемлекеттерде үкіметті парламент қалыптастырады. Көрдіңдер ме? Үкіметті парламент қалыптастырады. Үкімет парламент алдында ғана жауап береді. Осындай бұл кезде. Ал аралас мемлекеттерде президентті халық сайлайды, үкіметті президент қалыптастырады. Ол біз сияқты, біз мемлекеттегідей. Бірақ үкімет, парламент және президент алдында жауап береді. Көрдіңдер ме? Мұндай мемлекеттерге біздің солтүстік көршіміз Ресей Федерациясын жатқызуға болады, Францияны жатқызуға болады, Украина сияқты елдерді жатқызуға болады. Оқушылар, Қазақстан сіздер ойларынша унитарлы немесе федеративті мемлекет бар? Айта көрейікші. Ал Ресей Федерациясы айтамыз. Неге федерация Ресей? Неге унитарлы мемлекет емес? Оқушылар, федерация дегеніміз федерация құрамында, федеративті мемлекеттерде мемлекеттің құрамында автономия округтар болуға мүмкін, немесе басқа республикалар сол мемлекеттің құрамына кіреді. Ол, мысалға, сендерге түсінікті болса, Ресейді ала көрейік. Ресейдің құрамында Татарстан мемлекеті бар. Татарстанның мемлекетінде өзгешілігі, ол Татарстанның өзінің президенті бар. Көрдіңдер ме? Өзінің заңы кездеседі. Сонымен қатар Ресей заңы жүріп жатыр, Ресей республикасын. Сонымен қатар өзінің бөлек заңдары. ақш-та ала көрейік. ақш құрама штаттары дейді. ақш-та мемлекет басшысы президент болып кетеді. Бірақ әр штат өзінің заңы болады. Мысалға алатын болсақ, Техастың өзінің заңы, Техас штаты мен Калифорния штаттарының заңдары кішкене өзгеше болып кездеседі. Өйткені құралған штаттар, өйткені ақш 50 штаттан құралады. Әр штат өзінің заңы болады. Ал унитарлы мемлекет дейміз, ол бір қалыпты мемлекет. Бір орталық, мемлекеттің құрамында басқа автономия болмайды, ешқандай республика болмайды, бір орталыққа бағынады. Ол Қазақстан сияқты мемлекеттер. Қазақстанның орталығы біздің Нұр-Сұлтан. Нұр-Сұлтанда барлық билік қолында болса, Нұр-Сұлтаннан ары қарай жүре береді биліктер. Біз бір орталыққа бағынамыз. Бізде бірақ қана заңымыз, бізде бір ғана гимніміз, бір ғана туымыз. Көрдіңдер ме? Сондықтан біз унитарлы мемлекет болып кездесеміз. Енді бір-екі тапсырма орындай көрейік. Бірінші тапсырманымыз сызбаға федерациялық және монархияларды құрлықтар бойынша орналастырыңыздар. Негізі Европа, Азия, Африка, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Австралия. Осы құрлықтарға біз федерациялар және монархияларды орналастыруымыз керек. Бұны қайдан аламыз? Оқу кітабынан,
интернет ресурс арқылы және географияда біз қолданатын атластардан алып қарап сәйкестендіреміз. Мысалға, Африканы ала көрейік. Африкада монархияға Свазиленд деген мемлекет кіреді. Сол Африкаға белгілейсіздер. Ал оңтүстік Америкада федерациялар болса, соған белгілейсіңдер, немесе монархиялар болса белгілейміз. Жақсы ма? Осы тапсырманы орындаймыз. Ал келесі тапсырмамыз сәйкестендіріңдер. Мемлекеттік белгі берілген. Мысалға, монархия, абсолюттік монархия дегеніміз, унитарлы мемлекет, федерация, мен айтпай кеткен конфедерация. Оқушылар, конфедерация дегенімізді өзіміз таба көрейік. Мен сендерге жеңіл болсын деп, мысалға, біз Қазақстанның Евразиялық одағын алуға болады. Оның конфедерация сөз. Немесе Европа одағы. Ол конфедерация. Неге солай екен, өзіміз жауап іздей көрейік, оқушылар. Бұның барлығын сәйкестендіреміз. Әрине, үй жұмысын орындауға керекпіз. Үй жұмысына біздің жақсы көретін кескін картаға жұмыс. Кескін картаға монархия елдерін түсірейік. Жарайды ма? Кескін картаны жұмыс істеу. Барлығымыз білеміз жұмыс істеуді, сондықтан оны біз ұмытпаймыз, қалай жұмыс істейтінімізді. Оқушылар, шығу картасына тоқтала кетейік. Жауап берейік үшін, бүгінгі сабақ мазмұны сендерге түсінікті болды ма екен? Түсіндіңдер ме бүгінгі сабақты? Нені алдағыда білгілеріңіз келеді? Келесі сабақта не білгілеріңіз, соны жаза көрейік. Және мақсатымызға жеттік па бүгінгі сабақта? Барлығымыз білдік па қандай мемлекеттің құрылымы бар екен? Қандай әкімшілік территориалдық бөлім